Солтүстік тұрғындары жаңа жылда аязды күндермен қарсы алды. Қазгидромет мамандарының мәліметінше осындай ауа райы бір ай көлемінде тұрады. Демалыс күндері ауа температурасы күндіз 15-20 градус суықтықты көрсетсе, ал түнде 25-30 градус аяз болады. Қаңтар айының екінші 10 күндігінде ауа температурасы құбылмалы болады. 10 күндіктің басында күндізгі температура 2-7 градус, кей жерлерде 12 градус аяз болса, түнде 12-17 градус суықтықты көрсетеді. Ал 10 күндіктің соңында температура күрт өзгеріп, күндізгі температура 18-23 градус, ал түнгі температура 28-33, кей жерлерде 38 градус аяз болады. В декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 21-26. Қаңтар айының үшінші 10 күндігінде ауа температурасы құбылмалы болады. Күндізгі температура 21-26 градус. Кей жерлерде 31-35 градус аяз болады. Ал күндізгі температура 11-16, кей жерлерде 25-30 градус аяз. Түнде 21-26 градус суықтықты көрсетеді. Синоптик мамандарының мәліметінше осындай төменгі температура 1940 жылдың 13 қаңтарында байқалған. Онда ауа температурасы 44 градус аязды көрсеткен.